140 аласың ба? Иә. Осы жылы ма деп қорқып кеттік қой. Жоқ, ол шынымен сондай де. Басын кесіп жатты. Мен сол кезінде қолданасың. Мынандай сұрақ қойды. В чем сила? Қанға сен тоймасаң, міне қаныңа, өзіңнің қаныңа той деді ма бір бәле деп. Бәріне сәлем. Мен Баукалеп және де біздің қонақта I+ НТ-нің оқушылары. Есімдеріңізді және аты жөніңіздеріңізді таныстырып кетсеңіздер. Мен есімім Мейіржан болады. 11-ші сынып оқушысымын. Таңдау пәндерім биология, химия. Наурыз НТ-сынан 102 балл иегері атандым. Менің есімім Айару, I+-тың оқушысымын. 11-ші сынып оқимын. Наурыз УБТ-дан 106 балл алдым. Менің есімім Айша, I+-тың оқушысымын. Мен Наурыз УБТ-сынан 100 балл алдым. Қош келдіңіздер біздің подкастқа. Енді негізгі подкаст біздің осы УБТ Наурызға арналған, яғни екінші біздің платный НТ, иә? Әлде қазір 3 па 2 ма қанша? 2 бар. Содан кейін енді келесі айында сіздерде грантқа, иә? Иә. Енді гранттан қанша аламын деп ойлайсыздар примерно? 110 плюс жақсы болса. Точно бір цифр. Негізі екіншіден 131 алам деп үміттеніп жатырмын, бірақ та біріншіден 118 ба сондай алатын сияқты деп ойлап жатырмын енді. Құдай қаласа. Ал сіз? 129. Ал сенде? Біріншісіне 122 жетеді, одан кейін екіншісіне ары қарай 140-қа жеткіземіз. Иә. Иә. 140-тан асып кетпесе болды. Иә. Ровно 140. 140 ровно. Күтемін сенен 140. 140 аласың ба? Иә. Енді естігендерің бар ма Камри туралы? Иә. Иә. Камри үшін келдім десеңдер. Жоқ. Иә, ана былай қарасаңдар көрінбейді, бірақ ар жақта сол камералардан тұр, қарап көрсеңдер болады. Сендерге арналған, яғни I+ оқушыларына бір камерде 70 дейді ғой. 140 алу обязательно емес, яғни 70-тен жоғары болса болды. 80 ба? Иә. Лотерея ғой, лотерея секілді емес па? Құдайдан сұрай қаша алсызды деп. Ең басында январскийдан 80 балл болған, қазір общий қандай енді болса да 80 жоғары болса болды екен қазір. Мен сол дұрыс болады негізі. А то алмай қалады көбісі десе. Негізі 80 идеальный бол, ровно. Иә. Ондай не емес та. 20 емес та, любой пит тапсырып алып кететін емес. Иә. Мен ойлаймын бір керек адамға бұйырады деп жаңағыдай бір. Мұқтаж адамға берсін. Мұқтаж адамға берсін. Енді мұқтаж адам біз болсақ тоже жаман емес. Ол да жаман емес. Бәріміз мұқтаж болып жүр сол камераға деп. Сол, енді сендер қазіргі НТ-да дайындықты қалай болып жатыр өздеріңде? Жақсы. Жаман емес. Басында ең бірінші рет I+-ға келген кезінде мен ойлағам неғып биология, химия таңдадым, маған қиын болып көрінді. Биология мен химия қиын болып көрінді өзіме. Көбісі айтты таңдаған кезінде, неғып биология мен химияны таңдадым, қиын ғой деген сияқты. Неғып оңайырақ, қазақ тілі или ағылшын деген сияқты пәндер таңдай салмадым деп. Сен сондай жақынсың. Мен өзіме дәрігер мамандығы жақын болды. Ата-анамның несі емес, өзім қалауым болды дәрігер мамандығына түсу. Сол себепті өзімнің талпынысыммен қазіргі сабақтар өзіме оңай өтіп жатыр. Өзімнің талпынысыммен. Биология, химия это мощный прям. Иә. Енді грантқа түсіп кетіп бұйыртса. Енді сен врач болғың келе ме? Стоматолог па? Врач? Хирург? Иә. Нейрохирург. Иә. Шын Или кардиоға барғым келеді, или нейроға. Екеуінің біреуі. Уже енді ақша сұмдық дейсің. Иә. Енді өзің дәрігерге ұқсайсың негізі былай қарасаң. Сол ақ халатты жандардың арасынан көрейін сені бұйыртса. Енді сабақ оқысаң ChatGPT-мен оқымай, бірақ азы келмей қоямын десең. Қазіргі медиктердің бәрі ChatGPT-мен жазып жатыр ғой. Енді өмірлеріне ChatGPT-дің бір қандай бір пайдасы бар? Өздеріне бір пайда аласыңдар ма ChatGPT-дан или вообще мүлдем қолданбайсыңдар ма? Сол шыққан кезінде 1-2 сұрақ болған кездерде жазып тұрдым. Қазір былай қолданыста жоқ. Өшіріп тастау керек. Шынына келетін болсақ, былай I+-ның сабақтарында қолданбайды екен, бірақ мектептің сабақтары бар ғой. Мектепте енді тест, анау БЖБ, ТЖБ болады ғой. Енді сол кезінде қолданасың. Бірақ I+-та
ондай қолданбайды екенмін. Өзіме керек затты өзім іздеп, кітаптан іздеп табамын. Всегда сол. сол дұрысы ғой, есте қалады бүйтіп. Иә. Сіз қолданасыз ба? жоқ, басында да сөйтіп қолданғанмын, ара-арасында А+қа мүлдем қолданбаймын. Өйткені өзімнің дайындығым деп ойлаймын. Өйткені өзім дайындығым бойынша ғой сдавать етемін. Шынымен сондай. Иә, алдап жатқан жоқпын. Негізі қазір искусственный интеллект дамып жатыр ғой, енді ойлаймынша бір 10-15 жылдан кейін, немесе бір 10 жылдан кейін ба, 5 жылдан кейін ба, НТ-да математика И деген бір бағдар болатын сияқты ше, андай былай қарасаң. Қосып қазір жылдан жылға дамып жатыр ғой негізі. Бірақ енді универден де қолданатын сияқтысыңдар десең. Уже келесі жылда ұбт-ны сдавать етеді деп жатыр ғой. И-дің көмегімен жасайды деп жатыр ғой ұбт сұрақтарын. Иә, 2026 түлектерге. Осы жылы ма деп қорқып кеттік қой. Осы жылы бола ма деп И. Тағылғандай өзгертетіндері бар. Соны енді. айтам, иә. Жоқ құрсын дедік сосын. Айтты 2026-та болады деп. Сендер вообще мүлдем көшірмейсіңдер, яғни вообще ChatGPT емес. Әрине. Андай бар адамдар, қалай айтса болады, келіп алады да, қосымшаға төлейді, кіреді, дайындалады, бірақ енді тесттарды көшіретіндер. Ондайлар бар. Енді ондайлар өзің де көретін шығарсыңдар енді. Иә, әрине. Иә. Мектепте де неде болса да енді. Может, оларға енді керек емес деген сұрақ та. Может быть. Өзің білімің ғой НТ деген. Өзің көрсеткішіңді тексересің. НТ-ні тапсырыңдар, мартовский. Яғни наурыз НТ-сін тапсырыңдар. Тапсырғаннан кейін сендер оған қалай бір дайындалдыңдар. Яғни мен мысалы алдымда түске таман алдым, ұйықтап қалмас үшін, ұйқым қанып тұрып, андай асықпай бар үшін мен түске алдым. Біреу алады да таңертең тұрады, пожалуйста деп құдайдан тілейді, потому что сникерс шоколадын алып алады да НТ-ға барады, там біреу жуынбайды вообще. Сондай сияқты ритуалдар болды ма сендерде өздеріңде? Мен деген мартовскийдің алдында мен мүлдем регистрация жасап үлгермедім. Өйткені неожиданно ашып жіберді. И мен кешке дейін сабақта болдым, суббота күні болды ғой еще. Кешкі 6-та барам, менторыма барам, ағай мен регистрация жасап беріңізші деймін. В итоге подругам регистрация жасап берді. И то түске деген таңертеңге алып берген 10 төрт сдавать еттім. Ең бірінші вообще бірінші аптасында. Бірақ та ол кезде мен дайындалдым, иә. Бірақ та кішкене 1-2 күн бұрын расслабон словила. Яғни бүйтіп расслабляться етіп жүрдім да. Содан кейін нормально сдавать етіп шықтым. Мен ойлаймын, бірақ та маған орташа деңгейдегі нұсқа түскен шығар мүмкін деп. Қазір бірақ та барлығын сливтарды сливать етіп жіберді, ауыстырды базаны деп айтады ғой. Сол үшін басында үлгеріп қалдым деп ойлаймын, жақсы сдавать етіп. Ол кезде. Еще удостоверениемді ұмытып кеткенмін. Үйде онлайн көрсеткен настолько таңертең барған кезде. Қабылдамай қойса сол кезде. Қабылдады ғой, қабылдады. Просто бөлек жерде тұрдым, өзім сразу кірдім. Солай болды. Сіздерде қалай ритуал? Ондай ештеңке болған жоқ. Айналып. Жоқ, ондай. Бәрі спокойно. Жоқ, кіретін кезінде кішкене қобалжыдым. Кішкене. Өйткені ойладым, наяқтан 100 балл алмай қалсам не болады деген сияқты ойлар болды. Бірақ кірген кезінде уже бәрін ұмытып кеттім. Кірдім, компьютердің алдына отырған кезінде бәрін ұмытып кеттім. Бәрі болды уже. Болғаны болар, бұйырғаны бұйырар деп. Ал ендіға дейін ондай қатты қобалжыған жоқпын. Кіретін кезінде ғана болды. Дайындалдым, өзіме сендім, сөйтіп кірдім. Мен 28 наурыз күні кірдім. Оған ол пятница күнге түсті. Сол үшін 1 апта бойы дайындалдым. Кірген кезде мен таңертеңгіге алған тұғым. Суық, дала суық болды. Еще мандраж ұстап, сәл-пәл қобалжып. Кіргеннен кейін басылды бірақ. Одан кейін нормально шықты. Нәтижемен мәз болып, иә. Андай ритуал болмады, иә. Бізге айтатын бас жума, миың ақ бітеді, тұрып әлі. Наоборот, бас жуып шыққан соң таңертең. Мен полностью жуындым, мен 2 рет жуындым мен. Мәз. Андай не бар, лайфхак ше, білмеймін, просто өзім ойлап тапқам, бірақ помогает, кстати. Сабақ тест жаттайсың ғой, сол кезде мен духиді қолыма септім да ана жерге. И каждый сұрақ сайын мен еске отырдым. Жоқ. Оқимын да сұрақты, допустим, нандай жылы қазақ хандығы 1465 бір бәле деген, мен сол сұрақты оқимын да, қайдан оқимын. И сол кезде сөйтіп сұрақтарды қайталап отырдым да өзіме. И мен НТ-ға бардым, ұмытып қаламын ғой бір сұрақтарды. И прикинь, ескем ғой. Ар жағы сол 5 күн бұрын жаттаған зат есіме кіреді ғой. Прикинь, миға кіріп жатыр. Реально работает. По идее, көбісі қолданса болады, типа, ми есіне алады ғой. Осындай мына кезде алдым, оқыған кезде де. По идее, жестко помогает.
прям бүйттім да мына сұрақ қой и прикинь дұрыс болды анда сондай қолдан көру керек. қолдан көріңдер. ассоциация құрып алу керек деп ойлаймын Иә, реально бір иә. нәрселермен сондай сөйтіп. Қазір біз қазақша сөйлеп жатырмық қой негізі енді осыдан 2 күн бұрын болған магнумға бойкот туралы не ойлайсыңдар? Мен сол туралы бүгін білдім негізі. Мен де Ол вообще не болды? сөйлесе алмаймыз ол темаға. Магнумға барасыңдар ма сендер? Мен барамын. Әрине мен Иә, күнде иә. бір нәрсе аламын. Сол анау. Отбасымда ғой бір продукт Сонда. алып. Орысша сөйлемеген үшін кассирді өлтетіп жіберген ба? Мен соны Жоқ, Жоқ, мен естіген курьер. бойынша курьерді өлт еткен. Не үшін өлтетті? Анау курьер доставка апарған кезінде клиент қазақ, бірақ оған андай сол клиент оған орысша айтқанда анау түсінбеген курьер қазақша сөйлеңізші деп айтқан, соған заявление жазған ғой. Пожаловаться еткен, короче. Оны шығарып жіберген. Магнум оны шығармаған ба, не Бірақ білмеймін. мен ойымша курьердің дым кінәсі жоқ бұл жерде. Ол ондай қылып сен ана тілді білуің керек деп ондай қылып жұмысқа алмайды ол курьерларды. Ол қазақ тілін білді, бұл ана тілін білу не емес, парыз, ят емес деген ойдамын мен. Бұл подкаст ұят емес десе енді өлтеткен тоже дұрыс болмаған негізі. Сөйтіп жай жабыласа өздеріне де жақсы. Қазір біздің обществода негізі проблема ғой қоғамда. Біздің қоғамда қазір қазақ тілінде сөйлемеу, қазақ тілін білмеу кішкене проблема болды. Бұрын қарағанда енді көбісі қазақ тілін үйренгісі келеді, қазір ондайлар көп шығар. Енді өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл. наоборот, өзге тілдің бәрін біл. Өз тіліңді құрметте, иә. Кім айтқан? Ответ айтып Көрдің ғой өмір деген иттің. Көтін. Иә. Жеп жүр ғой біреуінің біреу етін деген Абай. Қалың елің қазағым дей ма деген көріп беріңдер. Иә. Ары қарай музыка қосу керек еді былай. Эпично болды. Енді ойландаршы қазір сендер НТ-ні тапсырыңдар, бәрін 130 балл алдыңдар, камера ұтып алдыңдар, ақша ұтып алдыңдар, бәрін ұттыңдар, кайф. Бәрі жазып жатыр, құтты болсын брат, құтты болсын. Выпускныйға барасыңдар, қыдырып жатсыңдар. Универге түсесіңдер, не істейсіңдер? Қалай ойлап жатсыңдар, миларыңды представление қандай негізі? Таталова оқимын. Иә. Бірінші күннен бастап. Иә. Иә. Бірінші курста көру керек. Медицина адам өмірі ғой. Адам өмірімен ойнай алмайсың ғой. Сол оқу керек болды. Придется оқу Сіздер керек. қандай мамандық сіздерде? Менде IT. IT. Информат. Информат. Сізде? Медицина тоже. Химбио тоже. Тоже осы кісі сияқты сізде полный медицинада. Мен сопернигім, иә. Жарысыңыз ба? Неге жарысамыз? Кім бірінші алады? Ең көп балл алды. По идее жарысы мотивирует, кстати. Иә. Бірақ кейбір адамда демотивация болады, когда Менде негізі сондай демотивация болады. Наоборот, соперник десе. Жоқ. Мен наоборот сондай. Я должна лучше деген бар. Кейбірде біреу реально лучше болып кетсе, андай не болады ше момент. Все, тастаймын деп ше андай. Сондай да болып қалады. Иногда андай соперничество бар ғой сондай. Жаман әсер етеді да андай. Біреу асып кетті ма, өзің жаман черт сезініп қаласың андай. Сенде болды ма сондай? Жарысайық онда. Мен өзім сондайға жынданам. Өз-өзіме жынданып сол сабақты оқимын. Сабақ оқып кетемін десеші. Сразу отыра салып. мотивация Менде аламын. де солай. Ұтылсам мен мотивация аламын өзім. Сразу сабақ оқып. Типа келесіде мен ұтуым керек болды деген. Сразу. Иә. 7 жыл оқуға дайынсыңдар ма? 7 ма? 7 емес, даже 7 ол сендер жай андай укол салу үшін ғана оқисың, 10-11 жыл. 12 негізі медиктер өмір бойы оқиды. 30 жасымда шығамын десеші университеттен. Иә. Қош болыңдар. Дайынсыңдар ма сондай? Иә. Қиын дейді көбіресе содан етеді. 7 жылдан қашады. 10-15 жыл. Енді болашақта қалай болатынын білмеймін, бірақ қазіргі уақытта мотивация ұрып тұр негізі медицинаға деген. Шаршама. Иә, сондай болып тұр. Сіз неге айти? Мен негізі басында КБТУ-ға түсейін дегенмін. Неге? КБТУ-ды таңдадым, өйткені маған қатты ұнады ол.
үйімнің жанында кбту үйдің жаныңызда ма? иә сөйтіп соны таңдадым, бірақ та мен негізі басында английскиймен бір нәрсе таңдаймын ба қасына деп ойлағам. Сосын математикаға бағытталған соң қасына информат мә оңай болады ғой деп пробныйларды қарап, пробныйдан как раз осы айплюстың пробныйын қараған мен ютубтан қараңыз. Бірінші Тамильс апайымды көргем, қазір беріп жатыр. Соны көріп мә информат деген оңай екен ғой деп осыны таңдап сразу айплюсқа келдім. Жаздан бері оқып жатырмын, өйстіп июльдан бері. Енді кбтуны таңдайсыз, иә? Соны. КБТ-ны таңдаймын. Негізі айтидан мен үшін кбту. Не очень ба? Жоқ, күшті универ. Маған ұнайды. Неге екенін айтпаймын десең, иә. Өйткені кбту күшті универ. Сендер Асфендияров КРМУ-ға. Муа. Екеуінде маған. КРМУ частный емес па? А? КРМУ частный емес па? Частный емес па? Нет? Ол международный емес па? Ой, Қазақстан. Государственный ғой. Казахстанский российский Иә. медицинский университет. Негізі IT деген жақсы ғой. Енді оқысаңыз. Иә, негізі 1-2 жылда да үйреніп алуға болады, былай онлайн ше. Бірақ мен 4 жылдық нені алғым келеді өзім. Университетке түсіп жоғары оқу орнын бітіріп деген сияқты. Универдің разницасы неде ғой? Көп айтишниктер, которые өздері үйренеді, ол прям ары қарай нетін десе, сол стап қылады да универде. Иә, высокое образование жоқ деп ше. И тағы да, мысалы, дискретные структуры деген бар. Ол, короче, высшая математика ғой, только андай логическая математика. Иә, оқиды. Бірақ та университетте бар ғой, факультеттер более информатикаға ближе Енді ол бірақ рет болады сізде енді КБТУ-да. Енді КБТУ-ға енді түсіңіз. Енді жақсы. Үйіңіздің жаныңызда болса, тем более. Қай мектепте оқисыңдар айтпақшы, сұрамаппын ғой. Жалпы білім беретін 96 мектепте. Сізде? Мажор Жұмбаев атындағы номер 137 мектепте оқимын. Сіз? Мен 23-ші мектеп гимназияда оқимын. Неге 39-ға түспедіңіз? Мен бірінші жанында ғой. Мен жанында еді ғой ол. Жоқ, мен бірінші сыныптан бері 23-ші мектеп гимназияда оқимын. Негізі басында сол жақтарда, сол районда тұрамын. Акимат, помните? Акимат бар ғой, тура соның қасындағы мектеп. Ана қазақ радиосындағы. Жаңа мектеп бар ма еді ол? Иә, Акиматтың тура алдында 23-ші мектеп гимназия. Все. Тұранның алдында тура. Сол жерде оқимын. Акимат деген КБТУ-ның ар жағында. Иә, бұрынғы Акимат қой. История бізде қалған өзімізге. Марттың 24-і. Ойбай. Март емес, майдың 24-і где-то. Соған біз регистрация жасаймыз бірінші болып. И мен өзіммен бірге бүкіл айплюстан танитындардың бәрін жинаймын да. 40-50 шақты баланы жинаймын бір күнге, бір уақытқа, бір универге. Бәріміз жиналып аламыз. Осы күн тапсырамыз деп бәріміз дұға оқып, бүйтіп дайындалып, пожалуйста деп дайындалып барамыз. Енді тапсырамыз. И шыққан кезде как жаңбыр, боран болып жатыр. И біз бәріміз қадалдық. Біреу 80, біреу 70, біреу 90, анда бәрі 120, 130 алатындар ғой бәрі. Депрессия. Мен өзім де 98, біреу сұраса 100 деп айтып жатырмын оған. Өйткені жаман ішімнен өртеніп жатырмын да, 98. Грант қой еще. Не істеймін, түспеймін ба КБТУ-ға деп анда ойланып жатырмын. Бәрі қадалады. Максимум нормально алған 106 болды. Ең көп алған. Уже грант қой, құдайым, қалай не істейміз деп. Біреу жылап жатыр анда қыздар. Жылама нормально деп біз оған. Сосын екінші регистрацияны біз 924-не қоямыз. Қайтадан бірге барамыз бәріміз. Ананы қорықпай ше, уже қарғыс не демес барамыз да. И бәріміз минимум 110 аламыз. Біреу 113, 114, 115, 116, 136 алды біреу. 137 болды біраз. Зейнеп деген ба тағы. Біреулер болды. Неше түрлі адамдар болды әйтеуір бізбен. Көп адам болғаны бәріміз тапсырып қуанып шықтық әйтеуір. И қазір бәрі универде оқып жатыр. Негізі біздің потоктан сол жылы 100% грантқа түскен болатын барлығы бүкіл универге. АОС, КБТУ, менің группамдан бәрі КБТУ-ға түсті. Басқа группадағылар тоже геоматқа КБТУ-ға түсті. Медиктер болды, медиктер да түсті. КРМУ-ға түсті. КРМУ-ға 3 адам түсті. КБТУ-да технический медик болып жатыр дейсің ба? Правда или миф? Айплюсты мұғалімдер ұрады. Правда десең, Мишаны ағай ұрады, ана палкасын алып жаз бойы, ана Ильяс солардың артынан ұрған ұлдар. Хорошо. Ең басына ма? Бірақ Фариза апай болды ғой ше, Фариза апай жоқ, мен ұрмайтын, мен прям любимчиктар болады. Мені ғана ұрмайды десе ғой. Мені ғана ұрмайды. Мержан ағайға жалынып бармаңыз деп қой. Шутшы. Мержан ағай, люблю. Ұрмайтын. Енді чисто теория дейді, сол үшін ба негізі теория ғана болады да.
шығармайсың теорияны білсең болды өтесің деп Миф. шын ба жоқ не болатын есеп код биологияға да Python. есеп қосып тастаған сондай білесіз ба есеп биологиядан иә иә генетиканы есептейді а который а в дейтін ба үлкен а кішкентай хромосома емес па ондайлар да бар так андай биологиялық не бар сатылар ше мысалы өсімдікті жейді малдар өсімдікті жейді оларды басқа біреулер жейді деген сияқты қазақтар жейді иә соны короче не есеп қылып береді далада екі бека жүр ол бір жылқыны көріп қалды ол жылқы қанша уақыттан кейін зат айналымы деген ба который иә а так алтын белгісін ғой білесіңдер ав деген емес па деп қайтып бастайды энті негізі бүкіл өмірінде энті приговор дейді ғой сол шын ба негізі сендер қалай ойлайсыңдар өздерің жоқ басында шын деп жай ойлаймын ғана бір саты ғана жай ғана до сих пор ойлаймын десең жоқ андай емес енді қандай әркімге итог әрқалай шығар болмаса да иә өмірің бітіп қалмайды негізі бірақ та кандидатқа түссең өте Қазақша жақсы деп ойлаймын жай өзіңе жақсы болады да если оқып ентін тапсырып грантқа түссең өзіңе жақсы болады бірақ кейбірлер жаман нетіп кетеді де біресе вообще ойбай өлім деп иә просто Иә, ата анаға деген көмек болады Иә. қаржылай тұрғыдан ата анадан да бір көмек балаға болу керек сияқты именно в поддержка өйткені бір Иә. көбісі группаластарда андай бірақ құдайға шүкір мамам поддержка береді 100%. иә всегда енді ата анаға мен айтатынмын ата анамен сөйлесіңдер деп ол кезде де үлкен кісі сияқты болатынсың ғой ата анамен сөйлесіңдер деп ата анаға айту керек қой деп мен әйтеуір өзімен өзім жүретінмін дайындалып бірақ маған тоже көмектеседі иә всегда қандай жағдай болмасын қандай например алдында қаңтар оптыдан шыққан кезде енді бұндай нәтиже болған жоқ наурыздан шыққандағыдай сол кезде де өзінің поддержкаларын көрсетіп мұңайма деп солай қатты бір андай қатал емес наоборот январьскийде 88 алып барып суши жеп қайтқансың ғой этот подругалармен бірақ 100 алғаннан кейін сразу үйге орын енді главный біреу сенбесе де енді өздеріне сенуі дұрыс деймін негізі өзіне иә маған бүйтетін осыны таңдаймын десе жындысың ба дейтін не істейсің как будто оқи алмайсың ғой таңдамай ақ қой дейтін маған мен түсе алмайсың по-любому грантпен деп дедім ойладым былай сөйтіп айтқан адамдар көп туыс немес нелерді айта береді ғой енді кішкене иә так что енді өздерінің жүректерін тыңдаңдар кбту ға түсіңдер десең енді мед болсаңдар да деп иә сендер кірмодан кбту-да жүр деймін ауысып тастаған деп саған укол сала келемін 2 жылдан кейін уже практика бастай бер сразу келіңіз просто так ауырмасам да келемін қан сдавать етіп кетсеңізші иә просто жарайды келіңіз так енді көбісі сұрайды осындай сұрақпен яғни бай кісілер сұрайды энтін сатып алсам бола ма қалай сатып алады номер берші деп сол шын ба енді миф па шын потому что 4 миллионға ма жоқ 4 миллион емес өтірік айтамын мысалға ше кбтуда бір жылың 4 миллион тұрады ғой платкада и 16 миллион получается и сен сол 16 миллионға ма сондайға сатып ала аласың бір ентін и то ол жерде саған 140-тан 140 алып бермейді типа саған ошибка жасап 130 бір бәле жасап береді тупо ғой анда Иә. 16 миллионға мен май оқымаймын ба десем сондай жасап береді деген 16 миллионға или одан ниже ма сондай бір бәле не точно білмеймін 16 миллион 1% ай плюсқа оқуға барасың да қалғанына бір биткоин сатып аласың деп 16 мың миллион болып кеткен ба 20 Наверное. 4 миллион деген жоқ па по-моему 4 миллион ғой деймін или білмеймін әйтеуір болады деген бірақ та ол бірақ 140-тан 140 жасап бермейді деді иә жасап ол андай шығар өзінің орнына басқа адамды кіргізіп жіберу сондай ғой кіргізіп жібереді или андай не болады кіріп отырасың и бірақ биометрияны қалай өтесің жоқ сен кіресің ал қалғандары типа сен ноутбук компьютер арқылы сенің не кіріп типа олар жасап сам отырады вводить ма иә мен в будущем солай істеймін ба сонда мә ұтуда істеймін хакер боласың ба ұтуда істеймін иә хакер боламын базар жоқ криптология ойбай криптология деп кибербезопасность кибербезопасность криптология криптография криптоанализ новый
енгізді ғой. А сендерде бар ма сондай сұрақтар? Криптология жоқ, криптология дейтін бар, бірақ ол Астанада. Астана, Енуда. Нет, любой КБТУ да бар, кстати. А, да? Я ну бірақ ол сабақ просто. Кибербез бар. Кибербезопасность деген. Өтесің, қалай не дейді, қандай нелер бар. Дальше оқысам болады. Возможность көп қой негізі Қазақстанда қазір. Енді мынандай сұрақтар қояды ше көбісі. Бізге бір мүмкіндік бермейді оқуға, анау мынау деп ше. Неге оқуға, білімге не жасамайды деп айтады ғой. Жағдай жасамайды. Иә, негізі оқитын бала әр жерде оқиды. жағдай бар жасай негізі бар ғой. Былай ондай ау емес, но бар ғой негізі. Құдайға шүкір, иә. Иә. Грантқа Қазақстанда түсу бар. керек. Особенно ауыл жақтағылар айтады. Иә. Квота бар ғой бірақ оларда мысалы. Алтын белгі квота болса өте жақсы. Смело түсесіңдер. Иә. ауылды жақтардан наоборот грантқа түсу мүмкіндіктері жоғары деп ойлаймын. Иә. Білмеймін, точно 4-5 балдың өзі қалай решать Иә. етеді. 4-5 емес, 10-15 бал қосатын сияқты олар кажется примерно. Иә. Вроде сондай бұл паводки болған кезде. Паводки ол вообще нечестно болды. Мысалы 131 бәле алған балалар түспей қалды ғой. 80-70 алған қыздар түсір жүреді. Мысалы маған капец соларға обидно болды. Мысалы Ол енді Мен шын мәнінде шақта обидно. стоматологияға 57 балмен түскен адам көрдім. 50 Грант па? капец. Басым салайыншы на микрофонға. Жотам ба? деп. Қате ғой бірақ. Өте өмір анау тісті не істейді анау тісті. дұрыс емес қой. Лечиться етпеймін. 4 жылдан кейін шығамын ғой. А 7 жылдан кейін шығамын ғой. Қазір емделіп бастай бер аналар пока кірген жоқ. Бопты. 57 мен деген ол математика жасасам Қандай дұрыс емес, кайф, 57 бал емес стоматологияға. Дұрыс емес. Стоматологияның қазір гранты 137 ғой. 137, 138. дұрыс Мен емес. капец ұялатын едім шынымен. Бірақ түсетін едім. Мен Олардың бәрі айтпайтын едім, бабым Оқи десе. беретін едім. олардың бәрі бірінші сессиядан кейін ба плотно Жетеді. ашқанша. Наверное, да. Иә. Нетпей қалып. Өйткені оқымай барып. Опмай. оқымай барып. Не 57 балмен түскен. Ар жақта по-любому сен қинайды ғой медицинада. Конечно. Иә. Ой, Содан секірген шығар сессиялар. Қазір бастап онда дұрыс питание жасау керек қой, ауырмай, тісін жуып андай. Медиктер опасный 57 мен түсіп жатса. Ой, именно соған түсіп қалмайықшы төртеуі. Именно соған бір. Кстати, білесіз ба, қызық история бар. Мен 57 алдым деп басты, Иә. Сен жатырсың бүйтін алдым. 57. Қашан деп тұрсың? Ақшамды қайтарыңыз деп ба болды. Ақшадан бұрын қашып үлгерген койкадан. Бетіне обезболивающий салып тастаған уже. Оны өріп атсын дейсің. Енді сол паводкиді енді сол қаншалықты сондай 70 балл қосып 50 балл қоссаң ғой енді бізде қаншама енді ауылдан адамдар бар, жағдай одан да нашар, енді соларға бір 10 балл қосады, жарайды, онымен келісеміз да, ауылдық квота дегенмен мысалы. Олар ауылдан шықты, енді мүмкіншіліктері бізге қарағанда енді азырақ, өйткені ауылда бүйтіп ондай мектептерде білім жоқ қой, білесіңдер, Алматының өзіне жетісіп тұрған жоқ білімнің қазір. Иә, біздің мектепте де бар. Қазақстанда обсирать етіп тастасаң иә вообще не стоит жить деп. Негізі Қазақстанда Алматыны айт өзім күшті, Иә. бірақ басқа қалаларды дамыту керек сияқты просто. Иә, дамыту керек. Өйткені басқа қалалар. Алматы айтады ғой, бәрі Алматыда күшті, типа возможности бар деп, бірақ не резиновый же город, мысалы, бәрі Алматы жаман. келер. Бәрі Жоқ, жиналған Алматы Алматы. күшті. Жамандасың Әсем кіреді қала. ғой қайтадан десің. Келе береді бәрі, надоели уже деп. Бірдеңе Осыны болса прям пробка бөлек болса бір кетеді. кадрға жасап қойыңдар. Андай бетіне сап-сарпен жазып надоели. Тарихын білмеген адам жетесіз дейді. Мен тарихым кішкене слабылау, ондау ма, кішкене сондай мен 12 тарихым. алғам 20-дан, екеуінен де. Сендер 20 я қазір. 20-дан 12 алдым. Нормально, 50. Сен 12 алсың. Жақсы жауап беру керексің. Ноғай ордасын сұраңыз сразу, как раз суббота күні. Жарайды. Зачет. Томирис патшайым қарсы патшасы кирді қалай женді дейді. Басын кесіп тастады. Басын алып келген жоқ. Иә, қанға сен Келсем. Иә, қанға сен Келсем. тоймасаң, міне қаныңа, өзіңнің қаныңа той деді ма, бір бәле деп әкеліп берді ғой. Жестко болған. Иә. Кенесарының басы қайда? Қырғыздарда. Жоқ, қазір Ресейде ғой. Ресей демеді. Иә. ой, қырғыздар наоборот. Россия берді ғой. Подаркаға ма? Походу. Бізде сұрау, бізге подарка қашан береді? Қайттан сол неге Кенесарының басы қайттан келсе қазақтар мықты болып кетеді дейді. Сол Қазақ өзі қызық кім ма? екенін біледі. Патриотизм ашылып кетеді, уже значит душадан. Просто білімді болу керек. Негізі тарих оқу міндетті деп ойлайсыңдар ма? Әрине. Иә. Өзіңнің тарихың. Дүние Бірақ не оқымай жүрсіңдер. ДЖТ не надо. ДЖТ Даже айтады енді отырған кезде бір коллективті аша бір
өзінше болып ойлайды. Иә. анау Наполеонды білесің бе деп. торт емес па деп. Торт дейтін жері бар. Наполеон білесің бе қай десе? Қай торт ба? Торттың компаниясын ашқан біреу ма деп андай. Ондай ақымақтар бар негізі. Енді қазақ хандығын білмеймін, мүлде қате сияқты. Иә. 1465 жыл. Соны ғана білеміз де. Керей мен жәнібек. Негізі тарихын білмеген жетесіз деген. Иә. Қалай қарайсыңдар? Дұрыс шығар. дұрыс Дұрыс. Мен мысалы түсінбейтін да, 11-ші класс болмай тұрып кішкене кезде тарихты неге обязательно оқыған қиын ғой деп ше. Потом оқығаннан кейін түсінесің андай рух пайда болды. Ату керек аналарды. Сұмдық болған иә ол кезде. Негізі талай мықты адамдар ат бастады ғой, талай мықты адамдарды жіберді. 38-ші жылы репрессия болды. Иә. Соны айтайын деп отырмын, репрессия есіме түспей кетті. Мағжан Жұмабаев деп. Мағжан Жұмабаев. киноларда да жақсы сипатталады олардың бәрі. Бауыржан Момышұлы соны көрген дейді ғой. Мағжан Жұмабаевтың миын использовать еткен деп айтады ғой, қолданған деп. Негізі оны өлтірмеген деп ше. 5 жылдай ма ұстады деп. Сөйтіп айтады. Сол рас па? Иә. Сол рас па? Қазақтың әйгілі 3 биін айт. Әйтеке би, Төле би, Қазыбек би. би. Қандай билер білесіңдер? Бамблби. Карди би деп. Күнде естимін деп покажу. Анау біреу даладан сұрайды біреуден. Не дейді? Даладан сұрайды да. Иә, Қандай би білесіз? Қамажай, хип-хоп, твет дейді. Соңғы жанға. Да, мен сен соны сұрайын басынан күлеміз. Қандай 3 би білесіз? Қамажай. Қалай еді? Қамажай, хип-хоп, твет. Қандай 3 би білесіз? Қамажай, хип-хоп, твер. Кәрік. Подсадить жүрсе сен. Елдер жазатын қандай ақымақ ма деп ана. Енді қазір екінші сұрақ қояйын. Қазақ хандығын негізін қалаған хандар кімдер? Керей мен Жәнібек. Керей мен Жәнібек олар қалай қалап бастаған? Шумен талас жерін берді ғой басында. Кім берді? Ойбай, ной. Моғолстанның Иә, сол иә. кездегі Моғолстан. Аты кім? Есенбұға еді. Иә, Есенбұға. Дұрыс. Есенбұға, иә. Есенбұға берген. Осы жерін қатты жақсы көремін. Мен тоже сол жерде. Сұмдық жақсы көремін. Берге басталып келе жатқаннан кейін жақсы көремін. Это как маленький бизнес, андай расширенный болған. Енді мынандай сұрақ. Қазақстанның территориясы қалай салынған? Алтайдан Алтайдан Дунайға дейін деген жер ма? Қазақстанның территориясы қазіргі картадағы территориясын кім жасаған? кім жасады? Назарбаев десең. Қалай сонда кім жасаған? Қазір картада тұр ғой бізде Сызылған сызылған хан, екен. наверное. Ол қалай кеп? Соңғы хан ғой. Братан тоқта. Ода или соңғы хан емес Жоқ, па? Дінмұхамед Қонаев Сіз шығар. тиіспесеңізші мына жерде микрофон. Может. Микрофонды қайтайын. Тәуелсіздік алған кезінде, шекара бекіткен кезінде Нұрсұлтан Назарбаев, может быть. Жауап айта саласыз ба? Теорияларды айтыңдар. Иә, тәуелсіздіктен шықты Иә, ғой. Ой, тәуелсіздігін алды ғой. Тәуелсіздігін алған кезінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сол шекара бекіткен шығар. Брат, не это заверниться ғой, Иә, пожалуйста. иә. Ана жер менікі еді ғой. Негізі оның көбісі айта бермейді, негізі ол. Ұлыбританияда жасалған деген ол емес па? Ол теңге екен ғой. А не ол Ұлыбританияда жасалған. Қалай? Сигара. Резко. Қара, негізі қалай істелген? Бірінші, осы біздің жерді сатын кезде примерно уже дайындалып бастады ғой. Ол жердің бізге заранее сызып алу керек болды. Біз ол вообще Ахмет Байтұрсынов бар ғой, Алашорда. Солар істеген негізі. Иә. Білесің ба не істеген? Барады да, Сталин ба? Кім еді соңғысы? Сталин ғой. Сталинға барады да. Точно. Голощекин. Кім біліп отыр? Жоқ, Голощекин емес, ол не решал же тогда. Лениннен кейін Сталин болды ғой, дұрыс қой. Ну, Сталин келеді айтады. Ой, Сталинға келеді айтады. Осындай қазақтың жері бізге керек деп қайтар дейді. Айтады потом. Мен саған бәрін қайтарам дейді. Каждый жеріңді қайтарып берем, если ты мне докажешь, что осы жер ол сенің жерің екен, қазақтың жері екенін доказать етсең, тогда мен саған қайтарам дейді. Окей дейді. Да, анау басқа істеген ғой ол. Сұмдық қой. Барады да Қазақстан әр границасына барып, примерно біздің жер деген. Сол жерден көмілген сүйектерді іздейді. Сүйектерін жоқ, алтын адам емес, билердің, хандардың сүйектерін іздейді. Сүйектерін табады да примерно карта жасайды и соны апарады. И сосын айтады, вот осындай жер біздікі дейді. Неге деп сұраған ғой. Өйткені айтқан, хандар ешқашан басқа жерде жерленбеген, олар өздерінің жерлерінде ғана жерленген дейді. И сөйтіп, прикинь, Қазақстанда картасы пайда болады. Сосын төбе жақты алайын дейді, Ресейдің жағы бар ғой, Орынбор не деген қазір. Соны алайын деген кезде білесіңдер ғой, кім қай хан беріп қойған ол жерді.
оны алдап соғып біздің Абылайхан сары ба? достарымыз, иә. Ой, Абылайхан емес, Әбілқайыр. Әбілқайыр. Әбілқайыр сары достарымыз Көрініп қалды. алдап соны контрактын беріп қойды да. Иә. Содан кейін айтқан мына жерде контрактпен біз по факту алып кеттік дейді. Сол үшін ала алмайсыңдар дейді. Сосын Өзбекстанға барады. Өзбекстанға барып алайын десе, Өзбекстанда андай не болды ғой? Ішкі азаматтық соғыс болды ғой өздеріне. Сол үшін кіре алмай қалды. А так Өзбекстан біздің жер болатын еді. Дисней қазір біздікі болатын еді Дисней. Америка вообще біздікі деп па бүкіл әлем. Америкада біздікі негізі. Турцияда біздікі, қазақтар болар. Түркілер. Иә. Енді алтын адам қай жерден табылды? Есіктен. Иә, есік қорынан табылған. Сосын негізі 7 ма? Неге мен миым істемей қалды? 7 ма? Неше алтын адам тапты ғой? По-моему, не жақтан батыстан тапты, солтүстіктен тапты. Шығыс, оңтүстігі. Ойбай. Шығыс, оңтүстігі. Бүкіл жерден төрт жерден. Орталықтан деп. Я не знаю, мен оқып Көрінген жерге көмеріпті ондай. Сценарий. Егер тарих апай жаз деп айтпапты ғой. Қазір енді сендерде осы сұрақты қанша туылғаннан бері жаттауға мүмкіндік болған сұрақ. Қазақстан Республикасының гимнінің авторы. Шәкәрім. Шәмші Қалдаяқов. Шәмші Қалдаев. Шәкәрім. Және Әні кім? Бердібек. Жоқ, әні немен айтыңдар қазір? Жімәбі. Жоқ. Шүмәттер жақпу деп әні. Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі. Ол бізде Сөзін жазған емес па ол? Иә. Қойшы. Нұрсұлтан Назарбаев, Шәмші Әнін- Қалдаяқов, сосын тағы әнің біреу Шәмші болды. Қалдаяқов. Мына жерін кесіп А, тастайсыз Жұмекен ғой. Нәжмеденов, иә. Иә, иә. Слишком хейт болып кететін сияқты өшірше. Қазақстан флагын кім сылаған? Білмеймін. Ниязбек. бола ма? Пожалуйста. Технаук шығып кетекші. Мен айтқым келіп тұрған жағын. Кесіп тастайық бұл жерін. Қазақстанда қанша облыс бар? 2022 жылдан бастап. 17. Жоқ, 16. 20. Оқымаш, Дұрыс, 17. 17. соны. Болды оған үшеуі қосып Иә, жіберді. қосты. Анау Жамбыл ауданы деген ба? Жамбыл ма? Иә, Абай ма? Абайды қосты. Абайды Ол да қосты. қосты. 1937-38 жылы Қазақстанда қандай оқиға болды? Репрессия. Дұрыс. Сұрақтар совет енді жоқпын ғой. Қазақстан хандығының соңғы ханы кім болды? Кенесары хан. Ал бірінші хан? Керей мен Жәнібек. Керей болды, Керей. Керей болды. Кенесарының ағасы. Так. Жәнібек. Другой Жәнібек бар ғой. Андай енді көбісі енді 14 өмір бойы дайындала бермейсіңдер ғой бүйтіп НТХ бүйтіп. Енді арасында бір телефон ойнайсыңдар, ойын ойнайсыңдар, Жоқ. сериал көресіңдер. Solo Leveling деген аниме көрдіңдер ме? Жоқ. Қалай Аниме қарамаймын. Поднятие уровня в одиночку деген. Иә. Көрдің ба? Иә. Қалай екен? Көрініп тұр. Нормально. Аниме. Мощно ма? Нормально. Ұнады ма? Новый сезоны бітіп енді шықпай қалды. Жарайды енді. Сендер драма көресіңдер, иә? Драма. Оны да Қарағам. көрем. Мандарины деген ба? Оны да Көрдіңдер ме? көрем. Когда жизнь Көріп тебе қойдың ба дарит уже? мандарины Иә, деген ба? көрдіңдер ма? Аю болды. Көріп қойдың ба? Жоқ, Жоқ. көрген жоқпын, бірақ та андай Мен фрагменттарын де қарап көрген жылады деп адамдар айтты. Мен жылаған жоқпын. Жарайды, Мен онда жыладым, көрген көрдім. зат сұрайын. Слабый герой. Көрдім, иә. Көрмедім. Екінші сезон шығып жатыр ғой. Көп слабый Серьезно? герой. Бірақ ол жерде сухо ойнамайды дейді анау. Иә, ол өліп қалды. Че. Ой, бұл. Иманды болсын деп. Спойлер деп па? Білмеймін ғой. Қалай Шығып ол? жатыр. Осы апрельде Мен бірақ шығады қарап деп жатқан. Команда просто. Осы біздің бүлдіршіндер бар 10-шы класста оқитын, сендерден бір жас кіші. Бүлдіршін емес, олар. Олар сұмдық десейші ойынға. Олар туралы не ойлайсыңдар вообще негізі? Дұрыс қой. Ұстай берші. Қазір бастау керек па әлде асықпай Иә. сентябрьде ме? Жоқ, Қазір бастау керек деп ойлаймын. Мен мысалы бір группада оқиды едім, бәрінде бір группада оқиды едім, бірақ та мен жаман жын дейді, андай бізбен бірге жағаласып, типа мен 11-мін деп жазып регистрация жасаса, негізі жын дейді сол жерде ше. Мысалы өйтпейтін едім. Дұрыс емес деп ойлаймын, мысалы, итак орын жетпей жатқан кезде. Ну ладно, енді платка ғой. Менің ойымша 10-шы сынып болған кезде базовый прям болады ғой. Иә. Тарих ұйымдастыру керек пен уже. мат сауаттылығы деген соларды былай дұрыс қалыптастырып прям 20-дан 20, 10-нан 10 қылып алатындай деңгейде болғанда, может 10-шы сыныптан бастай беруге. Енді тапсыратын адамдарға қандай совет айтасыңдар? Қандай бір кеңес? Оқыңдар. Болды. Оқы және Қазір март болған кезде қатты адамдар расслабляться етіп кетеді ғой, олай не стоит деп ойлаймын. Мысалға вальс, выпускной, анау мынау деп адамдар расслабляться етіп расслабон ұстап алады деп ойлаймын. Мен сондаймын негізі. Бірақ та олай істеуге не стоит деп ойлаймын. бірақ бәріне успеть можно деші. Иә.
жарайды. Сендермен танысқаныма қуаныштымын. Осының алдында подкаст болған бізде достар. Көбісі көрді, көбісі көрмеді. Обрезки бар. Енді көбісіне ұнап жатыр, көбісіне ұнамай жатқан адамдар жоқ. Бірақ подкастқа келген қонақтар мені көреді, амандаспай кетеді. Мен амандассам деп қарамай кетеді. Болды, амандасамыз. Аға деп былай. Мен әке тастамашы деп артан жүгірмеңдер бірақ. Енді осындай сұрақтар қойдық, көп не болды бізде, иә? Енді давайте бір сұрақ қояйын сендерге осы. Дюдті білесіңдер ғой? Нені? Юрий Дудь, басы сопақ, бүйтіп шелден өтетін. Жоқ, білмеймін. Бір танитын адамдарды жазыңызшы, ғаде. Кім білмеймін? Кім сұраған деп па? Жарайды. Кімді? Кім еді аты? Сол Дудь деген кісі бар, каждый адамға интервью шақырады да, интервью адамдарды, и сонда мынандай сұрақ қояды. В чем сила дейді. Сіз қазір подкастта отырмын деп ойладым, сізге сондай сұрақ қойды. Кәдімгі мықты бір нейрохирургсың. И саған сұрайды, в чем сила, брат дейді. Я не айтасың. Білімде? Білімде. Сіз Сіз не деп айтасыз? Сіз бір нейрохирургсыз тоже бір Америкаға сіз сатып алды. Пожалуйста, кел емдеп кетіңізші деп. Өйткені Қазақстанда сіз недооценили, короче. Сізге сұрақ қойды, в чем сила дейді, почему вы ушли дейді. Ну, потом оны айттыңыз, жауап бердіңіз, и в чем сила дейді. білімде. Айта алмаймын мен. Сила. Хитрости деп па? Бүкіл жерде бүйтіп шығу керек деп па? Білмеймін. Чат GPT-мен жазсаң иә, бүкіл кодтарды. Университетте кейін. Бәрібір мен медик емеспін ғой деп ұшып жүреді. Оқимын ғой потом. Енді қолдансаңдар болады, бірақ Өте көп емес. өте көп емес. Керек кезде ғана. Иә. Чтобы просто андай көшіру үшін емес, білім алу үшін сұрақты миың жетпей жатса да. Просто поговорить ішіндегі. Ішіндегі Сондайлар бар екен ғой. бар ондайлар. Депрессивный андай болады. Вот чат GPT, вот это случилось, что мне делать деп. Мен сұраймын. Жаным деп па, отвечать Мен етіп жазатынмын деп па. Андай, нет, андай моменттер болады. Қалайда бір амал жоқ, не істейтінін білмейсің да. Машинаны бір бәле істеп қойдың, или там бір бәле дұрыс істемей қойдың, или сабаққа кетіп қалдың. Вот мен андай нәрсе не істесе болады, ол айтады андай дейді. По идее, андай совет сұрасам болады, нормально адам сияқты жауап береді. Кейбірлердің просто советтер не то да андай. Просто забей дейді, не істейсің оны дейді, андай не в тему жерден. НТ-ға қиналады, забей, енді не істейсің, не приговор дейді. НТ приговор, дайындалыңдар. Наоборот, оқуың керексің. Просто НТ ол бір өмірдің жолы ғой сендерге. Иә, жай ғана. Просто бір Бірінші қадамы. уровень ашылады ғой. Иә. Бір ойында Бірінші путь та Иә. сол үшін просто дайындалыңдар, грантқа түсіңдер. Түспесеңдер универге түсу қажет деп ойлаймын. Көбісі айтады универ керек емес деп. Сол туралы не ойлайсыңдар? Жоқ, Керек. жоғары білім. Жоғары білім керек қой. Разница байқалады негізі ше. Мен араласам ғой көп адаммен. Бүйтіп кейбірлер оқымағандар универде андай Сауатсыз. Ну, кішкене андай. Типа, не все, конечно, есть, которые өздері учились, но бәрі андай емес қой. Ол үшін не болу керек қой, как сказать, прям ленивый емес, прям қайта рвать етіп оқи беріп білім алып. Бешеный болу керек па? Иә, бешеный болу керек. Просто кейбірлер бешеный емес, просто забить етеді, но олардың білімі көрінеді да бүйтіп. Универ какой-то бір уровень, да, сені көрсе алады да, андай. Әйтеуір универде оқисың да. Иә. И универге түсетін кезде, таңдайтын кезде міндетті түрде универдің бүкіл отзывтарын оқыңдар. Отзывтар болмаса да, оның бір статусын оқыңдар. Оқыған адамдардан сұраңдар. Содан кейін ең бастысы мен қалай универ таңдадым? Контингент. Араларында окружениеға байланысты. Окружениен қойлар болса, сендер де қойлар боласыңдар. Сиыр болса, сендер сиырсыңдар деген сияқты. Но в целом Ешкім саған окружение решает деген қалай ойлайсыңдар? Иә. Иә, решает. Сендер окружениялар қандай қазір айтыңдар? Достарына жіберейін осында. Сол, сендерге рахмет. Бәріне ризамын келгендеріне. Н-дан. Енді келесі рубрикаға сендерді шақырайын, когда сендер уже грантовский тапсырасыңдар. Обязательно шақырамын сендерді. Иә. Осы түстім, КБТУ-ға түстім, Асфендияровқа, Крымуға түстім деп келген кезде айтам. Вот осылар подкасты бар, қараңдар деп айтатындай. шақырмасаңыз Ал, ренжиміз. Шақырам. Міндетті. Келеміз. Иә. Келеміз. Иә. Сендерге сәттілік, Рахмет. оқушыларға да сәттілік. Сендер үшін всегда қоятын сұрақ. Сендер үшін топ-2 лучший универ қандай? Топ-3 дейікші. Прям Назарбаевский университет лучший деп ойлаймын. Прям бірінші. Енді тапсырады. Енді. Тапсыратын? Енді мен түсетін. Назарбаевский енді мен түспейсің.
тапсырып Менің Фидбэк. ойымша КБТУ ең бірінші, потом КИМЭП, потом нархоз деп ойлаймын. Төртінші Өзімнің. Төртіншісі СДУ, бірақ та СДУға я не хочу уже, потому что мен олимпиадасынан нетіп қалдым, түспей қалдым. алыс я еще. Муа Асфендиар. Алыс. кірму Муа А, Асфендиар. муа Муа Асфендиар кірму. Енді универ тапсыратын кезде, универ таңдайтын кезде қалай таңдадыңдар? Видео көрдіңдер ма, бір жерден іздедіңдер ма, или просто біреу муа деген соң муа таңдадыңдар ма? иә Иә. Сөйттіңдер ма? Негізі Жоқ, просто былай қарап салыстырған кезінде, сұрастырған кезде де жаңағы Астананың медициналық университетін прям білім деңгейі бойынша жоғары деп айтты. Асфендиарға қарағанда. Сол үшін Астанаға шығар. Астанада оқыған ыңғайлы. Астана- Жоқ, олай ойламайды. Ұнай ма Астана негізі? Астананың ауа райы ауа райы ұнамайды. ұнамайды ауа райы Маған Астана ұнамайды. Астана басқала деп па, жоқ. Енді жаман қала жоқ, жаман Жаман адамдар адам бар. жаман адам бар. Енді сендерге тағы да бір 5-ші рет рахмет айтып жатырмын ба? Иә? Қанша? 4 рет, иә. Төрт. Сендерге рахмет келгендеріне. Енді бәрін бір 2-3 сөз соңғы бір қоштасу сөзін айтып кетсеңдер біздің оқушыларға. Өйстіп YouTube көріңдер деп байлай айплюсенті қалып бір айтып кеттіңдер әйтеуір камераға. Андай екен камера. Иә. Баста. болашақ I+ оқушыларына айтарым, сабақты 10 класстан бастап дайындала беріңдер, уже база құрастыра беріңдер. Уже 11 сынып болған кезінде уже кішкене кешірек болып қалады. Ештеңеге үлгермей қаласың, андай қатты дайындалу керек болады. Андай өзіңді қинап ше. Сол үшін 10 сыныптан, 9 сыныптан бастап дайындалу қажет. Сендерге айтарым, сол дайындалыңдар. Сосын каналға тіркеліңдер. Лайк басыңдар деп. Менің айтарым, бәріне сәттілік, ешқашанда қобалжымаңдар, ойлаған балдарыңа жетпесеңдер де, әрқашанда қастарыңда ата-аналарың бар дегендей, бірақ та оларға да ауыртпашылық салмау керек деп ойлаймын. Әрқашанда тек қана оқу, білім, сила деп ойлаймын. Айтар сөзім жоқ басқа. Бәрін айтып тастады, айтатын нәрсе. Барлықтарыңа сәттілік. Сосын не айтам басқа? I+ жарқын жақта өмір сүр. Соңына дейін қарағандарыңа рахмет. Барлықтарыңа сәттілік. Сау Лайк басып болыңдар. кетіңдер. Сау болыңдар. Сау болыңдар достар, аман болыңдар. Ендіден 142 бала алыңдар. Неге 141 емес? Сендермен болған Даукалип және оның достары, Пороро және оның достары бәріне сәттілік. Ендіден 139 бала алыңдар.